Ардақты әкені сағынышпен еске алу. Жұқашұлы Толыбай. Тең келмейтін алтын да еш қолдағы, өзің едің әке, үйдің зор бағы. Жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің, шын асқақ. Сенсіз қалды жанымызда тым ақсап. Жанарларды жәудір етіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан жырақтап. Шырақ едің, сәуле едің, ай едің, жаның толы мейірімге бай едің. Ілім, білім, тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ер атына сай едің. Сен кеткенде жанарлар да жылаптым, жігеріміз кеттің сынап, сұлап мұң. Жан әкешім, жаның болғай әрқашан, ең ерекше ақ төрінде жұмақтың. Құрметті жамағат, ағайын туыс, бауырлар, бүгін әкеміздің рухына Құран бағыштап, өмір жолын еске алып, қысқаша шолу жасауды жөн көріп отырмыз. Бұл бейнет түсірілім марқұм әкеміз Жұқашұлы Толыбайдың өмірін баяндайтын тарихи мұра ретінде өскелең ұрпаққа аманатталады. Бұрынғылар талайлар өттай жалғаннан, көрген адам таң қалған деп тамсанғанда, адамшылықтың айнасындай біздің Толыбай әкеміз тәрізді жаны ізгі адамдарды еске алғаннан болар. Жұқашұлы Толыбай 9 қараша 1955 жылы Арал ауданы Жаңа Құрылыс елді мекенінде әкесі Қалешұлы Жұқаш пен анасы Досмұрат қызы Разияның отбасында 9 баланың 4-шісі болып, көп балалы жанұяда дүниеге келген. Әкесі Жұқаш Ұлы Отан соғысында барлаушы болып, бір аяғынан айырылып елге оралып, 1960 жылы өмірден өтіп, кішкентай Толыбай 4 жасында әкеден жетім қалғанмын дейтін. Анасы балаларын жетілдіріп, 2015 жылы 95 жасында өмірден озған. Руы Айдарбектің Ақтатыраннан тараған, жастайынан еңбекқор, отбасының жанашыры, қамқоршы болып, өзі адал, ер жүрек, тік мінезді болып өскен. Қатармен Қаратерең ауылында 10 жылдық мектепте білім алып, 1974 жылы бітірді. Сол жылы Қызылорда совхоз техникумының зоовет бөліміне оқуға түсті. Ал 1975 жылы Совет армиясы қатарына шақырылып, Литва елінің Плунге қаласында әскери міндетін абыроймен өтеп, елге аман есен оралды. Елге келгенде бірден оқуын жалғастырып,
1977 жылы үздік дипломмен оқуын аяқтады. Өз алдына үлкен мақсаттар қойған жас Толыбай сол жылы Москва қаласындағы Тимирязев атындағы сельхоз академиясына жолдама алып, зооинженер факультетіне оқуға түсіп, 5 жыл білім алып, 1982 жылы ойдағыдай бітірді. Отбасына тоқталатын болсақ, студенттік жылдарының жарқын күндерінің бірінде анамыз Құдай қосқан жары Жұбатхан қызы Сәулемен танысып, Сарыбай Сарғасқа руынан шыққан. 1981 жылы шаңырақ көтеріп, отбасыда өмірге Естай, Асқар атты екі ұл мен Раиса, Роза атты екі қызды дүниеге келді. Еңбек жолын 1982 жылы Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Нұра совхозында бас зоотехник болып қызметінен бастады. Сол жерде қызмет бабында мол тәжірибе жинады. 1984 жылы анасының шақыруымен туған ауылына жаңа құрылыс совхозына қайта оралып, басында зоотехник болып етсе, біліктілігінің арқасында ауыл директорының орынбасары қызметіне тағайындалып, бойындағы ерекше білімділігі мен қабілеттілігінің арқасында қызметтерін абыроймен атқарды. Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген жылдары Жұқашылы Толыбай бірінші болып, елбасының бастамасымен фермерлік шаруашылықты Қазалы, Арал аудандарында Айдарбек фермерлік шаруашылығын құрды. Айдарбек шаруашылығы аналық сиыр, жылқы малдарын өсірді. Сол уақыттарда көптеген ауыл азаматтарын жұмыспен қамтып, ел ризашылығын алған. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер дегендей, 2000 жылы асыл тұқым жеке шаруашылық серіктесін құрып, шет мемлекеттердің асыл тұқымды ірі қара малының ет, сүт бағытындағы ұрығы арқылы Қызылорда облыс көлемінде мал тұқымын қолдан ұрықтандыру, асылдандыру бағытында көп еңбек етті. Халқымыздың ата кәсібі мал шаруашылығын дамытуға, төрт түлікті асылдандыруға зор септігін тигізген іргелі ірі істердің бастамасы болып, ауыл шаруашылығының дамуына республика көлемінде өз үлесін қосып, құрметке ие болды. Жұқашылы Толыбай ұзақ жылдар бойы кәсіпкерлікпен ғана шұғылданып қоймай, ел бірлігіне мұрындық бола білген азамат. Халықтың тұрмыстық мұң-мұқтажын, сұрақтарын шешіп, көмегін аямаған. Балаларына қалаған мамандығын игертіп, өмірде бағыт-бағдар берді. Біздер үшін Асқартау әкеміз ұлы тұлға, ұлы күш пен сабырлықтың иесі іспеттес. Жүрегі кең, мейірбан адам, үнемі айналасындағы бала шаға, ағайын туыс пен дос жарандар алдында үлкен жауапкершілік сезінетін жан. Әкеміз
әр баласына сөзінен бұрын іс әрекетімен тәрбие берді. Біздің жарқын болашағымыз үшін тынбай еңбек етті. Қайда жүрсе де, нендей қызмет атқарса да, елдің сый құрметіне бөленді. Себебі оның тұла бойы шыншылдық, әділдікке толы болатын. Біз әкеге қарап бой түзедік. Бір-бір отау қылып, қосақтарымызбен бақытты болуымызға барын берген атана 11 немере сүйді. Ниеттеріне берген болар. Шаңыраққа адал келін, баласындай күйеу бала бұйырып, құда жекжат арасын сыйластықтың алтын көпірі жалғады. Әкеміз өзінің қажыр қайратымен, жауапкершілігімен, адамгершілігімен елге жағып, көзі тірісінде азаматтығын қалыптастырған тұлға еді. Әрине, әкеміздің қолдаушысы болған анамызға алғысымыз шексіз. Анамызға ғұмыр ұзақтығын тілейміз. Тумақ барда өлмек бар. Алланың бұйрығына не шара? Жазымыштан озымыш жоқ демекші. Әкеміз жалған өмірдегі дәм тұзы таусылып, 2024 жылы 11 сәуірде мәңгілік мекеніне де аттанғанына 1 жылдың 100 толды. 1 жыл өтті, асқар тауым құлағалы. 1 жыл өтті, анам іздеп жылағалы. Әр күніміз сағынышпен өткенімен, жүрегіміз әке деп соғады мәңгі. Шаңырағың зәру болып отағыға, немерелер қарайды әлі босағаға. Күтеді олар кіргеніңді күлімдеп, құшағыңа алғаныңды күнім деп, суретіңе атам ғой деп қарайды. Өзіңді әке батырларға балайды. Жұмбағымен сырлары көп дүние-ай, жүректі кернеп, өзекті өртеп барадай. Өнегеңді бойғалып жасымыздан, ешкім сендей сипамап ет басымыздан. Кетуіңде болдау бізге тосыннан, қайғы жұтып қалдық әке артыңнан. Алла салды басымызға сынақты, жиі еске алсын деп пе, жылатты қайғысымен. Қызығы көп өмір-ай, бірде көтеріп, бірде жығып, жылаттай. Адал жар, ардақты әке, сүйікті ата, қамқор бауыр, ел ағасы, жұқашылы Толыбай әке. Жатқан жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа болсын. Алла алдынан жарылқасын, нұры пейіште шалқысын.